Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Бекзат. Осы видео басталмай тұрып Форесттың каналына тіркеліп кетіңдер. Оның каналында өте күшті видео бар. Ол жаңадан бастағандықтан бір видео, бірақ та өте күшті. Сондықтан да сол видеоға кіріп, лайк басып, және комментарийда мен Бекзаттан келдім деп жазып кетіңдер. Содан кейін оның каналына тіркеліңдер. Ал енді осы видео басталады. Сәлем, менің атым Эндрю. Видеоның атынан біліп тұрсыздар, мен тасқа айналып жатырмын. Бұл қабілет емес, өте жаман ауру. Мен өмірімде 2 рет ғана ауырдым. Онша емес. Дәрігерлер айтқандай жақсы иммунитет. Барлығында ветрянка болса, мен ауырмаушы едім. Жалғыз ветрянка емес, басқа ауруларда. Бірақ та барлығы өзгерді. Өзім туралы айтайын. Мен 26 жастамын, блогермін. Блогтар ютубтан да бұрын болған. Интернетте саяхаттар туралы жазатынмын. Мен көп саяхаттаймын. Осы жазда мен джунгльге бардым. Бір тайпаға. Өте қызық болды. Қалай олар өмір сүретінін білуге. Мен тайпаға келдім. Ең бірінші көсемге апарған. Оған сыйлық бердім. Тамақ пен кішкентай спичканы. Осындай заттарды олар бірінші рет көріп тұрған. Олармен бірге 2 күн тұрдым. Және де өзімнің блогыма керекті заттарды жазып отырғанмын. Кешке барлығы шығып, отының қасына билейтін. 3-ші күні мен солармен бірге аң аулауға баратынмын. Олар кез келген аңды өлтіретін, содан дәмді көже жасаған. Бір кезде алыста біреуді көрдік, бұғы немесе басқа жануар. Ол қашу бастаған, барлығы артынан жүгірді. Мен де кеттім. Сол аңшылар сияқты қатты жүгіре алмадым, сондықтан да қалдым. Тоқтадымда бір түрлі жидектерді көргенмін. Оларды жұлып зерттейін дегем. Бірақ та қолымда кесіп алғам. Жара өте кішкентай болса да қан көп аға берді. Өте бір түрлі. Мен қолымды осылай кесіп алсам, осылай болмаушы еді. Тез уақытта кететін. Осыдан кейін асықпай байқап, жидектерді теріп алдым. Алыста аңшыларды көрдім. Олар сол жануарды ұстап алған. Жануардың аты антилопа бонго. Өте күшті тағам жасайтын шығар. Бірақ та мен тамақ ішкім де келмеді. Өйткені мен ауырып қалғам. Маған бір дәріні берді, шөптен. Ол көмектеспеді. Оянбай ұйықтап қалғам. Таңертең бәрі қойған. Тұрдым да таң қалып қалдым. Өйткені қолым тас болды. Және де жыбырламады. Мен осы жердегі дәрігерге бардым. Ол шошып кетіп, абухта деп айғалады. Қолымды тықтым. Маған айтты, бұл өте сирек кездесетін ауру. Осындай аурумен адам жақын арада өлетін. Менен сұрады, қалай жұқтырып алдың деп. Есіме түсті кешегі жидектер туралы. Осы жидектерді көрсеттім. Қайтадан жынды сияқты абухта деп айғала бастаған. Қолымды және жидектерді тықтымда қалай жұқтырғанын айттым, бірақ та сенбеді. Осындай адамдар өлетін, тасқа айналып сынатын. Бір кезде қуандым, өйткені менің иммунитетім өте жақсы екеніне. Жаман болса, өліп қалатын едім. Ояндым. Бір күнде саусақтарым тас болса, тағы біраз күннен кейін не болады? Содан кейін айттым, менде қазір уақытым аз, сондықтан да тезірек кетуім керек. Мен осы тайпаға рахмет дедім де Германиядағы ағама кеттім.